Ассалаумағалейкум. Babası жұмыстан аман есен келдіңіз бе? Келіңіз шайға. Әке, мынау қалта неден жасалатынды білмей отырмын. Ерсайын балам, бұл қалта былғарыдан жасалады. Былғары қалай өңделетінін, қалай жасалатынын мен саған әуел бастан жақсылап түсіндіріп берейін. Жарай ма? Онда анасы мына дастарханды жинай ғой. Тері 4 түлік малдан алынады, Ерсайын балам. Кептіру үшін тұзды себеміз. Сосын теріні татпаға керіп қоямыз. Керілген теріні сосын айранға саламыз. Айранда 2 күн тұрады. 2 күн тұрған тері жұмсарып, одан алып жақсылап май жағамыз. Ке балам, көмектес оғы, Ерсайын балам. Майды алып теріге жағып жұмсартамыз. Теріні жұмсартып болған соң, ке балам, талқымаға салып тартамыз. Тартудың себебі тері созылып жақсы өңделуге дейін болады. Жұмсалған теріден торсық, осындай байпақ тігуге болады. Осындай. Бұл дайын болған былғарыны анаңа бере ғой. Анаң саған асылымға, қарындасыңа байпақ тігіп берсін. Бұл былғарыдан Ерсайын балам бүгін қарындасыңа, асылым қарындасыңа жылы байпақ тігеміз. Бұл байпақты бірінші пішіп аламыз. Міне әдемі байпақ шықты теріден. Мен бүгін теріні қалай өңделетінін білдім. Әкем терінің önünde бұғарып жасайды. Анам бұғарыда әдемі бұйым тігеді. Байпақ аяқты жуытады. Торшық ұлттық ыдыс. Мен де өскенде ата-анам жақсы шебер болғым келеді.